Сәлем достар, сіздермен бірге қызыдарк. Бүгін қалай ютубқа баннер қоюға болатын айтамын. Баннер дегеніміз не деп көптер сұрақ пайда болады. Баннер деген міне жерде тұрған жазу немесе суреттер. Қазір оны қою керектігін үйрететін боламын. Қазіргі ютуберлердің көбісі оны қоймайды. Бітеміз. Google'ге кірген соң YouTube ПК дейміз. ПК деп жазамыз. Сосын вход YouTube дегенді басамыз. Ең бірінші тұрған ссылканы басамыз. Chrome арқылы кіру керек болған. Chrome арқылы істейді. Сәл күте тұрамыз. Және бізде осылай шығады. Шыққаннан кейін қазір өсіп мына жердегі суретті, өзіміздің каналымыздың суретін басамыз. Мына каналдың суретін басамыз. Өстіп айналып тұрады. Және оған арнаңыз дегенді басамыз. Күте тұрамыз. Өзіңіздің нелеріңізді көрсетеді, видеоларыңызды. Сосын мына профиль дегенді басамыз, өзіміздің суретімізді тағы басамыз. Қазір көрсетем. Достар, арнаны реттеу дегенді басамыз. Сосын судьяға өту дегенді басамыз. Достар, сосын бізде осылай шығады. Міне осындай әсемдік дегендей тұрады. Осы сол жерде тұрады өзіміздікі. Қазір сосын міне жерде тұр. Осы жерде тұрады. Брендинг дегенді басамыз. Мына жерде брендинг деп тұр ғой. Қазір көрсетейін. Мына жерде брендинг деп тұр. Соны басамыз. Сосын осылай болады. Мынау баннер. Осы жерге өзіңіздің мына жерде тұрады. Қою деп соны басып баннер қоясыз. Ол баннерді қалай жасайсыз? Ол қиын болып жатады. Оны пикселап программасымен жасауға болады. Ал мынаны кәдімгі немен жасайды? Кәдімгі фотомен жасауға да болады. Мына өзіңіздің фото қоюға болады. Сосын бәрін істеп болған соң, мына жариялау деп қоңыр түсті тұр ғой. Соның бәрін істеп болған соң, көк түске айналады. Мына жариялау деген көк түске айналады. Соны басасыз. Сосын барып өзіңіздің каналыңызды көруге болады. Көріп, баннеріңізді қарап кетесіздер.
Бұны ізденуге көп уақыт кетті. Бір кездері ютубтан қарап тауып алдым. Ал сіздермен бірге болған қыздар, біздің подписчиктеріміз азайып жатыр. Сондықтан оны көбейтуге тырысайық. Мен каналыма жазылып кетіңіздер. Егер де мен каналыма жазылғыларыңыз келмей тұрса, онда мен сіздердің каналдарыңызға жазылам, ал сіздер менің каналыма жазылыңыздар. Сөйтіп бір-біріміздің каналымызды дамытамыз. Сіздермен бірге болған қыздар, сау болыңыздар.